Қалайсыңдар? Сіздермен душевно әңгіме айтпай жүрмін, иә. Вообще қол босамай кетті. Этот кеше көбісі жазып жатыр да, типа, сіздер не келестіңіздер ғой, уже не керек сөз салып деген сияқты да. Не керек болғанда жалпы мен өз арманым болған, негізі Элдарға мен өзім айтқанмын бұрын, арманым деп та, енді халық үшін, жұрт үшін, там инстаграм үшін емес, былай чисто шынайы білмей қалып, болады бір білмей сондай бір сөз салу болса екен деп та, енді өмірімде жүріп жүргенде айтқан болатынмын, жалпы андай болады ғой, өзің қалауларыңды айтасың деген сияқты. И сөйтіп айтып қойғанмын негізінде, бірақ енді біз неке қиып сөйтіп кеткеннен кейін мен вообще күткен жоқпын, вообще ойлаған да жоқпын сөз салады деп та. И сондай сюрприз жасағанда мен прям вау деп таң қалдым ғой. Сондықтан ол менің арманымды орындағысы келді. Сол кеше жүзік тағып жатқанда айтқан, сенің кішкентай болсын, осы арманың еді ғой деп та, сол арманымды орындағым келді. Мынау менің жанымның берген кешегі гүлі. Кеше суға салынбай тұрып қалыпты, бүгін таңертең салдым ғой. Міне, мына менің сақинам. Ішім осындай. Күшті, жанып тұр. Жұғысты болсын қыздар, тұрмыс құрмаған қыздар, тұрмыстан қайтып келіп, неше бала болса да, сіздер бақытты болуға лайықсыздар жандарым. Тек миға жаман программа бермеңіздер, бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады деп өмір сүрсеңіздер, бәрі жақсы болады. Андай ғой, енді көп қыздар самғатсан кісі төмен болады, либо біреуден кейін қабылдай алмайды, либо анандай алдап кетеді, жаңағыдай измена жасайды да. Содан кейін уже қойшы, маған бай қажет жоқ деп жаңағы жынданып атады да. Негізі бай қажет жоқ емес, жалғыздық тек Аллаға, конечно, сол үшін олай айтпаған дұрыс деп ойлаймын, өз мнением да. Мен білет шығарсың, енді бұрыннан келатқан оқырмандарым болса білет, мен өзім кішкентай балаға тұрмысқа шығамын дейтін едім, үйленбеген, бойдақ, мен сондайға лайықтымын, мен жақсыға лайықтымын деп көп айтатын едім, білесіздер, иә? И алған қалаумен міне кішкентай өзімнің райымымды таптым. Менің райым қайда екен деп сөйтіп жазатын едім ғой, білесіздер ма? Бұрыннан кеткен оқырмандарым біледі. И не айтасың, сол болады. Не ойлайсың, сол болады. Сондықтан тек қана жақсылықты ойлау керек и өзіңе жақсы зат тілеу керек. В общем, уговорили. Сақалын алып тастағым келетін еді ғой. Алып тастайық па, алып тастамайық па? Қалай ойлайсыңдар? Мейлі сақалмен әдемі ма? Білмеймін, енді алған жақсы сияқты ғой, бет тап-таза болып тұрады. Мына жердегі нормально? Или онда алып тастайсың ба? Конечно, алып тастайсың, нақты алып тастайсың. Ал, давайте, онда кеттік. Да-да! Красавчик болып қалды. Жарасып тұр енді, әдемі алып тұрсын. Еще айтып қояды, сақалсына бұрт әдемі екенсің онда. Шашыммен әдемі болып тұр. Күшті болып қалды, иә? Келсесіңдер ма? Сұрайсың, короче, үшінші күннен кейін де қой. Ойнап айтамын. Салауыш деп попросить еткенім ғой. Көмектесші деп. Қиналып жатырмын. Көмектеседі өзі маған, не жанып дейді. Конечно, көмектесемін. Отырған адам жоқ, иә? Қалай жалпы көзқарасың? Андай болады ғой, кухняға араласып жүретін еркектер болады ғой. Үйдің тірлігіне араласып. Мен кішкентай кезімде сөйтіп өскенмін негізі. Өз-өзім тамақ ішемін ба, үй іші тамақ ішіп, мысалы, үйдегілер жұмыста болып қалған кезде мен өзім ыдыс жуып, өзім етіп сыпырып деген ондай нәрсеге нормальный көзқарасым. Кейбір еркектер түсінбейді жүрді, мен өзім нормальный қараймын. Қасық қаяқта? Енді қасық не жақта? Нормально қарайды. Бағым бар екен. Шын так дайындап отыр, меню жазып қоямын. Қайсы, не дейсің бе? Жоқ, мен қасыма отыр дейді да. Енді әр заттың өз орны болады ғой. Мен айтамын, жоқ, мен шай қоямын мына жерге деймін ғой. Менің орным осы. Үшін мен өзім шокке болып қалдым, өзім шай қоямын деген. Нешін енді дұрыс. Келіннің орны келін. Мен шай қоямын. Қайт шай қойшы? Қазір мамам шайды қайнатып жатыр дейші. Әлде мен айқайлайды қазір ма деп мен жүгіріп барып ана жерден аламын. Молодец, молодец.